Баршаңызға сәлем. Бүгін панчо тортын жасайтын боламыз. Бұл торт оңай, жылдам дайындалады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен жұмыртқаға шекер қосып, 2 есеге көтеріліп ақ көбік болғанша миксерлейміз. Сосын күнбағыс майы мен сүтті құйып араластырамыз. Ұнға қамыр қопсытқыш пен какаоны салып араластырып, жұмыртқалы массамызға аз-аздан сала отырып қозғаймыз. Бір келкі болғанша миксерлейміз. Бізде сұйық қамыр болып шығады. Енді пергамент қағазы төселген табаға қамырымызды құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште 25 минутта пісіріп аламыз. Піскен коржымызды суытамыз. Тортты жинайтын ыдысымыздың ішіне аздап кіріп тұратын тарелка немесе осындай крышка қажет. Осы крышкамен бірдей етіп коржымызды кесіп аламыз. Ол тортымыздың астыңғы бөлігі болады. Ал қалған бөлігін кубик етіп кесіп шығамыз. Енді кремін дайындайық. Алдымен қаймақты жақсылап миксерлейміз. Сосын қант ұнтағын қосып араластырамыз. Қалауларыңызша вареная сгущенка қоссаңыздар болады. Мен аздап қостым, ол кремімізге ерекше дәм береді. Жаңағы кубиктеп кескен корждарымызды осы кремге салып араластырып аламыз. Содан соң тортты жинайтын ыдысымызға пищевой пленка төсейміз. Сосын корждарымыздың бәрін саламыз. Арасына банан, құлпынай секілді жемістер қосып жіберсеңіздер болады. Тортымыздың астыңғы бөлігін қойып, пленкамен жауып, тоңазытқышқа 3 сағатқа қалдырамыз. Сонда кремі сіңіп, тортымыз формасын сақтап, дәмді бола түседі. Ал енді тортымыздың бірінші ыдысынан босатып аламыз. Сосын пленканы алып тастаймыз. Осы күйінде қалдыруға болады. Мен бетіне шоколадты ганаш жасап құямын. Ол үшін сары май мен шоколадты ертіп аламыз. Мен Қазақстан шоколадын пайдаландым. Ерген соң тортымыздың бетіне толықтай құямыз. Тағы да 5 минутқа тоңазытқышқа саламыз. Тортымыз дайын, ерекше дәмді, жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептлерім ұнаса, каналыма тіркеліңіздер және видеоларыма лайк басып пікір қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.